жасанды интеллектте осы процесте жұмыс істейді. Яғни бұл жерде ми деп отырғанымыз модельдер, яғни модельдің өзінің бірнеше бөлімдері бар. Тілдік модель дейді, LLM, көрініс, аудио генеративті модельдер. Ал қолдың қызметін атқаратын бізде құралдар мен агенттер, мынау біздің ChatGPT бар, басқа да платформалар бар. Енді осы жерде біз модель мен құралды былайша айтқанда айыра білуіміз керек та. Модель деген бұл құрал емес, бұл әрбір үлкен компаниялардың жасаған модельдері. Мәселен, ChatGPT бұл құрал, мобильді қосымша. Сол OpenAI компаниясының GPT деген моделі бар. Яғни сол ChatGPT құралы сол GPT моделіне сүйене отырып, интеграция жасап отырып, өзінің құралын іске асырады. Осы сияқты, мәселен, кез келген құралдар, мәселен, бізде қазір 1000-нан аса құралдың түрлері бар. Өте көп, әртүрлі бағытта. Оның барлығы жеке бір модель деген түсінік емес. Ол жерде, мәселен, санаулы 20-30 модель болуы мүмкін. Сол құралдың барлығы сол модельге сүйеніп отырып, былайша айтқанда өзінің құралын жасайды. Келесі бізде нұсқау деген, оның функциясынан тұратын бізде промпт, яғни сұраныс беру, тапсырма беру, өздеріңіз де көріп жүрсіздер, жалпы мынау жасанды интеллект құралдарын пайдаланып жүрген кезде сұраныс бересіз, соған байланысты жауабын аласыздар, жаңағыдай қызметін пайдаланасыздар. Енді осы жерде мынандай бір формула шығады да, M плюс I плюс P тең EI, яғни модель, бағана айтып өттік, қосылған инструмент, жаңағы құралдарымыз біздің ChatGPT, Gemini, Grok деген сияқты, Midjourney деген сияқты қосылған промпт, ол жасанды интеллект жұмыс істейді осы кезде. Егер осының бірі болмаса, AI толық жұмыс істемейді, яғни немесе бір жер кем болады, немесе жұмыс істемейді. Осыны біз түсінуіміз керек. Енді жасанды интеллекттің бағыттары, оның енді жалпы бағыттары өте көп. Әрбір терминді сіздердің миыңызды ашып беріп қояйын. Бұл жерде біз білуіміз керек екі нәрсе бар. Ол тілдік модельдер, жаңа айтып өттім. Ол мәтінді түсінетін және мәтін жасай алатын жасанды интеллект модельдері. Тек қана мәтінмен жұмыс істейтін. Және де бұның құрамында бізде GPT деген бар, OpenAI компаниясының ақш-тікі, Gemini деген бар, Google компаниясының моделі, ол да ақш-тікі, Grok деген бар, XAI бұл осы жақында бір-екі жыл болып Elon Musk'тың шығарған моделі, Cloud деген бар, Llama деген бар, Meta'нікі, DeepSeek деген бар, бұл Қытайдың өнімі шыққан, Qwen деген бар, бұл да Қытайдың моделі. Екінші модель бізде генеративті визуал модельдер. Мынау тек қана мәтінмен жұмыс істейтін болса, ал екіншісі бізде сурет, видео генерацияның анимация жасайтын модельдің түрлері. Яғни бұл суреттер түсінетін және жаңа визуалды контентті жасай алатын жасанды интеллект модельдері. Оның құрамында, мәселен, Veo3, Dolly, Sora, Nano, Banana, Suno, Audiogram, Aiva деген сияқты модельдер бар. Сонымен бірге бір жағынан модель, бір жағынан құрал сондай бір қосымшалар бар. LM Labs, Midjourney, Leonardo, Runway, Pika, Hagen деген сияқты. Бұл енді негізгілері, бұдан бөлек өте көп қазіргі уақытта. Осының барлығы, жаңа айтып өттім, тек қана 20-30 модель болуы мүмкін әлем бойынша, бірақ сол құралда 1000-ға жуық құралдар осы модельге сүйеніп отырып өзінің қызметін атқарады. Келесі бізде жасанды интеллект құралдары, жаңа айтып өткен 1000-нан аса деген отырамыз. Бұл әртүрлі бағытта, мәселен, мәтін генерациялайтын үлгілері, бұл жерде ChatGPT, Cloud, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen, Llama, тағы сол сияқты кете береді. Суретке қатысты Midjourney, Dolly, Canva AI, Leonardo AI, Adobe, Runway, Grok, Gemini, Dream Studio деген сияқты. Сосын дауыспен жұмыс істейтін құралдар, LM Labs, Aiva, Suno, Google Trace, және де бейнеге қатысты Sora, Grok, Runway, Pika, Gemini, Hagen деген сияқты бір шама құралдар бар. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау Gemini, Grok дегенде мәселен бірнеше бағытта бар. Яғни сол бір құралдың ішінде бірнеше модельді пайдалану арқылы суретті генерациялайды, видеоны генерациялайды, және мәтінмен де жұмыс істейді деген сияқты біршама қызметтері бар. Енді жасанды интеллект мүмкіндіктерін қазір біршамаларыңыз білуіңіз мүмкін, біршамаларыңыз білмеуіңіз мүмкін. Толығырақ айтатын болсақ, қысқаша мәселен мәтінмен жұмыс, яғни мәтін жазу, өңдеу, қысқарту, тест дайындау, сұрақ жауап сынды біршама жұмыстары бар. Аударма мәселесінде көп тілді аударма, терминдерді біріздендіру, сурет мәселесінде сурет генерациясы, иллюстрация, графикалық дизайн, видеоға қатысты видео генерациясы, анимациялық роликтер деген сияқты, аудиоға қатысты дауыс синтезі, жаңа тек мәтінді аудиоға арналау деген сияқты мүмкіндіктері бар. Ақпарат іздеу және талдау, автоматты түрде жаңағыдай бір мәселе іздесек, оны өзі талдап, зерттеп, әрбір сайтта кіріп, оны зерттеп береді деген сияқты. Автоматтандыру және көмекші қызмет, яғни виртуалды көмекшілер жұмыстарды автоматтандыру, жаңағыдай веб-сайттағы ассистенттер деген сияқты сондай бағыттар бар. Ол енді бір сарас ғана. Енді жасанды интеллекттің пайдасы мен зиянына тоқталсақ, пайдасы бұл жерде бізге уақыт үнемдейді, егер тиімді пайдаланатын болсаңыздар, жаңағы құжат жазуда, талдауда, есеп шығаруда, тағысындағы өнімділікті арттырады, яғни бір адам бірнеше адамның жұмысын атқара алады осының көмегімен, жасанды интеллекттің көмегімен. Білімге қолжетімділік кеңейеді, яғни кез келген тақырыпта түсіндірме бере алады, медицинада көмектеседі, білім беру саласын кеңейтеді,
қателікті азайтады, тіл кедергісін жояды, қауіпсіздікті арттырады, шығармашылыққа көмектеседі және қызмет көрсету сапасын жақсартады деген осындай бір 10 пайдасын тізіп шықтым. Енді бұл да сол бір сарасы болуы мүмкін. Енді кері әсерлері де бар бұның. Бұл жерде бірінші мәселе галлюцинация дейді, яғни өзіне белгілі емес деректер болса, ойдан жауап құрастырады, яғни өзі білмейді, бірақ ойша жаңағыдай осылай болуы мүмкін деген сияқты болжам жасайды. Қате немесе жалған ақпарат беруі мүмкін. Яғни бұл жасанды интеллект әлем бойынша барлық сайттарды ашып, зерттеп, соның ішінен мәселен басым бөлігі қайсысын қабылдаған, сол мәселеге жүгінеді деген сияқты мәселен сондай функциясы бар. Адамды жалқаулыққа үйрету, яғни ойлау, жазу, іздену қабілеті төмендеуі мүмкін. Егер жиі пайдаланатын болса, енді бұл жерде жалпы жас балалар, оқушылар, студенттер деген сияқты егер солар пайдаланатын болса жиі. Жұмыс орындарының қысқаруы, кейбір мамандықтар енді жойылу қаупінде, яғни ассистенттер болатын болса, менеджерлер болатын болса, енді ол қазір ақпаратта жүр. Алдау механизмдері күшейді, білесіздер, жалған дауыс жазу, видео, алдау схемалары артып келеді. Қауіпсіздік мәселесі сіздердің мәселен дербес ақпараттарға шығып кетуі мүмкін, егер дұрыс қолданбасаңыздар. Этикалық мәселелер туындайды, мәселен өзге тұлғаның еңбегін пайдалану, жауапкершілік деген бұл мәселе біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының қабылдаған заңында осы мәселе айтылған. Тәуелділікті қалыптастыру мүмкін, яғни барлығын осы жасанды интеллектке біз артып қоюымыз мүмкін. Манипуляция құралын айналуы мүмкін, білім сапасының төмендеуі деген сияқты осы кері әсерлері бар. Енді бұл жасанды интеллекттің қолдану этикасы, яғни біз әрдайым айтып жүрміз, діни басқарма фәтуада шығарды, жалпы жасанды интеллект тек көмекші құрал ретінде пайдалану керек. Яғни шешім қабылдайтын емес, тек қана көмек көрсететін адамдар құрал ретінде пайдалану тиіс. Діни үкім фәтуа сұрауға болмайды. Жасанды интеллект діни үкім шариғи шешім сұрауға болмайды. Бұл мәселелер тек білікті ғалымдардың құзырында. Ақпараттың дұрыстығын тексеру, мәселен сіз ақпаратты сұрадыңыз, алдыңыз, оны қосымша тексеріп алғаныңыз дұрыс, өйткені ол қате ақпарат беріп қалуы мүмкін. Әдеп нормаларын сақтау, сонымен қызметтік ақпараттың қауіпсіздігі деген осындай бір кішігірім қолдану этикалары бар. Жалпы жасанды интеллект ұғымы бойынша осы кішігірім ақпарат ретінде рұқсат етсеңіздер келесі мәселеге өтсек. Егер сұрақтар болатын болса, соңында айтсаңыздар болады. Екінші біздегі бөлім ChatGPT практикадағы максимум дейді. Енді бұл тақырыпты қозғауға себебіміз жалпы ChatGPT біз тек қана ақпарат алу үшін, тек қана сұрақ қою үшін ғана қолданып жүрміз көп жағдайда, бірақ оның өте үлкен функционалды қызметтері бар, соны біз қолдана алуымыз керек, қолданбасақ енді білуіміз керек жалпы. Енді мына жерге қарасаңыздар, мәселен қазіргі сарапшылардың мәліметінше ChatGPT-ді біз тек анықтамалы сұрақ қою үшін жалпы 10% ғана қолданған екенбіз. Ал одан бөлек бізге бұл тест жасап бере алады, баяндама жасап бере алады, хат дайындап бере алады, сурет генерация бере алады, жеке ассистенттер құрып бере алады, агент режимі бар, терең ойлау деген бар, кәсіби кәдімгі аударма жүйесі бар, тағы біршама мүмкіндіктері бар. Енді осы кезде бір мәселені айта кету керек. Біз өткен жылы білесіздер, облыстық бас имамдарға орталық аппараттан бір хат жібергенбіз. Біздің жалпы айтулы шара жоспарына мынау бағдарлық баяндама ұсыныс алу бойынша. Енді кейбір өкілдіктерден өкінішке орай осы жасанды интеллекттің көмегімен алынған ұсыныстар келіп түсті. Енді жалпы бұл жерде жасанды интеллектті пайдаланбаңыз деген жоқ. Жалпы пайдалансаңыз, дұрыс қолдансаңыз. Мәселен, бір рет запрос бердіңіз, мәселен, діни басқарма ұсыныс сұрап жатыр, соның ұсынысында мәселен ұсыныс жазып беріп, запрос жібердіңіз, промпт жазыңыз. Сөйтіп сізге ол жауап берді, мәселен, бір талай нәрсе. Бірақ сіз алдыңызда оны толығымен көшіріп алдыңыз да бізге жібере салдыңыз. Мына жақта біз жұмыс тобын қарадық. Ол жерде 70-80% былайша айтқанда сылып кетті. Өйткені бұл жерде нақты бір шара жоқ, нақты бір жобаның несі жоқ. Тек бір андай әлемдік деңгейде бір түсініксіз терминдармен берілген бір сондай бір нелер болды, ұсыныстар болды. Осы назарға алсаңыздар деген ұсынысым бар. Енді ChatGPT-ге кірмес бұрын мына бір 3 құралды айтып келіп отыр. ChatGPT, жаңа OpenAI, Gemini, Google компаниясының жаңа групп Elon Musk'тың былайша айтқанда құралы. Осы 3 құрал қазіргі уақытта мәтінмен жұмыс істейді деп бағана айтқан тілдік модель дегеніміз, осы үшеуі қазір өте мықты дамып келе жатыр. Себебі бұл әрқайсының бұның 5 миллиардқа жуық қолданушылары бар. Сонымен қатар айта кету керек, жасанды интеллект білесіздер, жалпы бұл өздігінен күн сайын адамның сұранысына қарай, адамның қолдануына қарай бұл дами береді. Яғни ChatGPT мәселен бізге 2-3 жыл бұрын келді. Оны қазақ аудиториясы көп пайдаланған жоқ. Сол кезде бұл өте көп қате жіберді. Мәселен, тілдік жағынан, жауап беру жағынан, әріптердің дұрыс еместігі деген сияқты. Қазіргі уақытта, Аллаға шүкір, 2 жыл уақыт өтті. Біршама қазақ азаматтар қолданған, бұның тілдік моделі, тілдік білімі, базасы өте жоғары деңгейде жетті. Мынау Gemini'ға қарағанда, Grokқа қарағанда, бағана Қытайдың DeepSeek болсын, Qwen болсын, соларға қарағанда ChatGPT-ның тілдік базасы өте үлкен.
соны айтқым келіп отыр. Және де бұның үшеуінің бірнеше айырмашылықтары бар, әрқайсысының өзінің артықшылықтары бар. Мәселен, мына Gemini'да тек қана тілдік модель емес, ол кәдімгі профессионалдық түрде сурет генерациялайды, видео генерациялайды, презентация жасап береді, өте көп мүмкіндігі бар. Сол сияқты Grok'тың да жаңағыда тілдік модельде де, суретте де, видеода да өзінің былайша айтқанда орны бар. Енді ChatGPT-ге келетін болсақ, оның білесіздер тегін қолдануы бар және ақылы жазылымы бар. Тегін қолдану бізге не береді? Ақшасын төлемейсіз, бірақ қолданасыз. Шектеулі чат, яғни ол дегеніміз бір чатты ашып, сіз басында промпт жаздыңыз, сол бойынша сіз чатты жалғастырдыңыз, белгілі бір мәселен 3-4 запростан кейін тоқталып сіздің лимитіңіз бітті дейді. Енді оны жалғастыру үшін сіз жаңадан чат ашуыңыз керек. Оның қандай минусы бар? Сіз мәселен бір чат аштыңыз, соның ішінде бағана басында промпт жаздыңыз, мәселен сен мәтінді аударып бер, бүйтіп бер, сөйтіп бер деп айттың. Сөйтіп астында мәселен жауаптар жаңағы шектеу бітпейтін жағдайда бұл сол промпттың негізінде ережесінде бұл жалғаса береді. Ал егер ақылы жазылым болатын болса, осындай болады. Ал тегін болатын болса, бағанағы жазған промптыңыз жаңа чатқа қайтадан жазу керек болады да, сондай бір кемшіліктері бар. Сонымен қатар шектеулі генерация, яғни сурет жасайтын болсаңыздар, мәселен 4-5 сурет деген уже автоматты түрде бір күндік лимиттері бар. Бұл енді жалпы күнделікті қарапайым сұрақтарға жеткілікті, яғни мәтін жазу, қысқасы жоспар, тест жасау, тапсырма жасау, аударма, идея деген сияқты. Сосын дайын GPT агенттерді қолдана аласыздар. Мына ChatGPT-да өте бір үлкен мүмкіндік бар. Жеке ассистент ретінде ақылы режимде ол тұра алады. Яғни сіз өзіңіздің жеке ассистент тұрасыз. Ал тегін қолдануда тек сол жасалған өнімдерді пайдалана аласыз. Яғни өзің жасай емес, бірақ соны пайдаланасыз. Жүктеме кезінде баяулық болады, яғни сіз бір промпт жаздыңыз, сол ұзақ ойлануы мүмкін, ұзақ беруі мүмкін. Кәсіби құралдар шектеулі, яғни оның ChatGPT-дің бірнеше құралдары бар, жаңағы агент режим, терең зерттеу, іздеу деген сияқты, олар шектеулі болады. Және де файлмен жұмыс шектеулі, яғни бір Word документ болсын, бір кітап болсын, бір сурет болсын жүктесеңіз, соның шектеулері бар. Ал ақылы режимде бұл шектеусіз чат, шектеусіз генерация, агент режим бар, сосын жаңағы Custom GPT деген бағана сол GPT ассистенттердің өзіңіз құра аласыз. Терең зерттеу деген бар, яғни тек қана қысқа ғана қарамай, бүткіл барлық сайттарды іздеп зерттеп, осы бағыт бойынша бір қорытындысын беретін режим. Сосын жоғары басымдық пен жылдамдық, яғни бірден жауап береді, тез генерациялайды деген сияқты күрделі файлдармен жұмыс. Мәселен, үлкен бір кітаптарыңыз болуы мүмкін, сол кітапты мәселен жүктеп, соның бір қысқаша мазмұнын ғана алуыңызға болады, сондай мүмкіндіктер бар. Енді бұл ChatGPT-дің қазіргі уақытта мүмкіндіктері енді өте көп қой. Мынау енді өзім тізіп шыққандарым. Мәселен, мәтінді өңдеу, толықтыру, мәтінді ресми, бейресми, ғылыми стилде бейімдеу, орфографиялық қателіктерді тексеру, жобаларға тақырыптар ұсыну, презентация жасау, аппаратты түсініктілікпен түсіндіріп беру, күрделі құжатты қысқаша мазмұндау, сұхбатта баяндамаларға мәтін жаздыру, пікір, жауап, комментарий жазу, шешім қабылдауға көмектестіру, сценарий жаздыру, хат дайындау, келісімшарт дайындау, кәсіби аударма, жоспар болдыру, жобаларға идея алу, техникалық көмек алу, сурет генерациялау, тест сұрақтарын жасату, суретті мәтінге айналдыру, QR-код жасау, жеке ассистенттер құру, онлайн тапсырма орындату, білім алу, тіл үйрену деген сияқты өте үлкен мүмкіндіктері бар. Осының енді сіздерге қайсысы қажетті, соны пайдалансаңыздар болады қызмет барысында. Жалпыламалы интерфейсімен танысып, енді бір шамалас қолданып көрген шығарсыздар. Негізгі жұмыс істеу беті осы, яғни ортасында жалпы чат жазу бөлігі, сол жақ бетінде баптаулар бар, жаңа чат бар, құру бар, чаттарды іздеу бар, жалпы метео файлдар бар, сонымен бірге бағана айтқан GPT ассистенттермен жаңа жобалар құру, яғни папкалар құру деген беттері бар. Ең бірінші, кешірім сұраймын. Ең бірінші, ChatGPT-ді қолданатын кезде бізге персонализация промпты деген бар, яғни сіз бұл ChatGPT-ді өзіңізге бейімдеп алуыңыз керек. Яғни баптауда өзі бар, сондай беті, мәселен сіздің аты жөніңіз, кәсібіңіз, сосын кішігірім ереже жазу керек. Ол ережеде мәселе мен жазып қойдым. Менің атым Тимур Орынханов, мен Қазақстан Мұсылман басқармасы цифрлық даму бөлімінің меңгерушісімін. Кәсіби және жеке қызығушылықтарым осындай, және де ChatGPT-ге қойылатын ережелер мынандай. Мен әрдайым қазақ тілінде сұраныс беремін, сондықтан маған тек қана қазақша жауап бер, жауаптар нақты, түсінікті және құрылымды болсын. Қажет болған жағдайда кәсіби, ресми, ескери стилде жазылсын. Жаңа діни, мәдени және ұлттық құндылықтарға сыйластықпен қара, артық сөзсіз, бірақ мазмұнды жауап бер деген сияқты өзіңізге не қажет, соны осы жерге жазып қойсаңыз болады. Бұл жалпы бұл ереже барлық жаңа чат құрған кезде осыны ескеріп отырады. Мәселен, сіз тек қана қазақ тілінде жауап бердіңіз бе, сіз
орысша сұрақ қойсаңыз да, арабша сұрақ қойсаңыз сізге қазақша жауап береді ол. Осыны ескеру керек. Енді ChatGPT-ның промпт формуласы бар. Яғни бірінші рөл беру, тапсырма беру, мысал беру, шектеулер қою, және сол шыққан нәтижені түзету немесе жетілдіру. Тек қана сол бір ғана запрос беріп, сонымен тоқтап қалмау керек. Оны жетілдіру керек. Рөл беру деген мәселен қазір мен үлгі ретінде көрсетемін, бір-екеуін. Мәселен, мәтінді өңдеу жағын толықтыру деген кезде мынандай промпт жазуға болады. Сен кәсіби редакторсың, сенің міндетің берілген мәтінді сауатты түрде өңдеу және толықтыру. Мәтінде грамматикалық, стильдік және логикалық қателіктер түзет, ойды нақты, түсінікті әрі біріз етіп жеткіз. Қажет жағдайда мазмұнын күшейтіп, толықтыр, бірақ бастапқы мағынасын өзгертпе деп, астына мен өзімнің жаңағыдай былайша айтқанда мәтінді жіберемін, соны өңдеп береді кәсіби түрде. Сол сияқты мәселен тест сұрақтарын дайындау болады. Сен білім беру саласында жұмыс істейтін кәсіби әдіскерсің, берілген мәтін негізінде мазмұнды тест сұрақтарын дайында, әр сұрақта 4 жауап болсын, ABCD деген сияқты бір жауап қана дұрыс болсын, сұрақтар нақты, түсінікті және мәтіндегі негізгі ойды қамтысын деген сияқты промпт жазуға болады. Сол сияқты хат дайындауда мәселен сен ресми іскери хаттар дайындайтын тәжірибелі мамансың, берілген ақпарат негізінде ресми хат дайында, ресми іскери стильді сақта, нақты қысқа және мазмұнды тұжырымдар қолдан. Артық эмоциялық сөздермен бейресми тіркесті қолданба деп мен хаттың былайша айтқанда бір кішігірім жобасын ұсынсам болып, ол автоматты түрде кәсіби деңгейде шығарып береді. Енді бұл ChatGPT-да білесіздер сурет генерациялау деген функциясы бар. Ол қалай жұмыс істейді? Яғни бұл функция мәтіндік сипаттама, яғни промпт жазу арқылы сүйеніп сурет жасап береді. Екі нұсқасы бар. Бірінші нұсқа сурет жасап батырмасын басасыз, промпт жазасыз, яғни осындай мынандай инфографика істеп бер деген сияқты. Екінші нұсқасы бар. Сурет жасап батырмасын басасыз, өзіңізге үлгі ретінде өзге бір жасаған жұмысты салсаңыз болады, болмаса сол жасаған жұмысыңызды жетілдіру мақсатында соған енгізсеңіз болады. Сөйтіп астына промпт жазасыз, сол сіздің жіберген суретіңізді өңдеп береді, болмаса соған ұқсас сізге сурет генерациялап береді. Мәселен, мынау бағана айтып өткен ChatGPT, Gemini, Grok және Qwen осы 3 құрал бойынша сіздерге тест ретінде көрсетейін. Мәселен, ChatGPT-ді қарайық. Мен төртеуіне де бірдей сұраныс бердім. Мәселен, создать изображение бастым, промптын жаздым. Мәселен, қасиетті Рамазан айына құтты болсын деп баннер жасап бердім. 1/1 квадратта автофоны жасыл қазақ ой өрнектерімен деп жаздым. Мәселен, маған шығарып берді. Сөйтіп маған мәтін ұнаған жоқ. Мәтін осы ChatGPT-ның ішінен өшіп белгілеп қайтадан промпт жазсам болады. Яғни бұл мәтінді басқа мәтінге ауыстырамын, немесе бұл мәтінді мен өшіп тастаймын деген сияқты. Сөйтіп маған ол қайтадан жібереді, мәтіннің өшіп тұрған. Мәселен, Gemini. Енді осы кезде айта кетейік, Gemini-да қазіргі уақытта мынау баннер жасауда, сурет жасауда өте үлкен модельдің түрі. Яғни бұл жерде қазақ тілді шрифттерді тану өте кең жасалған. Мынау ChatGPT болсын, Grok болсын, Qwen болсын, бұларда кішкене қателік кетіп қалады. Мәселен, қазақша әріптерде О, Ö деген сияқты. Ал Gemini-да өте сапалы шығарады. Өздеріңіз қарасаңыздар, қазір шығарған кезде. Бұған да сол жаңағы айтқан промптты бердім, жасап жатыр. Бұның барлығы негізі тегін нұсқада жасауға болады, бірақ шектеулері бар. Мәселен, қараңыздар, қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Астындағы текст қосып берді өзі, барлық мұсылмандарға бейбітшілік, береке және рухани тазалық тілейміз деген сияқты автоматты өзі қосып берді. Келесі Grokты көрейік. Ол да жасай алады суретті, бірақ ол да мынау Qwen'да жаңағыдай әріптерінде қателік бар. Себебі бұл Grok пен Qwen'ді қазіргі уақытта енді қолданушылар өте көп емес, сондықтан бұның тілдік моделі әзірге дамыған жоқ. Бұны пайдаланған сайын тілдік модель дами береді, сөйтіп соңында бізге кәдімгідей қазақ тілінде де өте жақсы сапалы өнімді ұсынады. Мәселен, міне Grok шығарып берді. Әріптерінде қателіктер бар, жазсаңыздар, қасиетті Рамазан айы жұттың болсын деп қателесіп қойған. Мынау Qwen'нің Қытай өнімі, ол мүлдем басқа бағыт кетіп қалды, яғни арабша жазулар жазып кетті. Сондықтан бұл жерде ең дұрысы Gemini платформасы, осы сурет генерациялауда. Келесі іздеу функциясы, ChatGPT-де іздеу деген бар. Енді бұл Google-дағы іздеу мен ChatGPT-дағы іздеуінің екеуінің екі бөлек айырмасы бар, соны білуіміз керек. Іздеу деген функциясы деген ол ChatGPT-ның интернеттегі ашық және өзекті дерек көздерінен ақпарат тауып, оларды талдап, жинақтап және түсінікті түрде ұсынуға арналған мүмкіндік. Яғни мақсаты ақпараттарды жылдам табу, сенімді және өзекті дерек беру, пайдаланушының уақытын үнемдеу, күрделі деректерді қарапайым тілмен түсіндіру. Оны міне процесс барысында қарайтын болсаңыздар, мен бір сұрақ беремін, мәселен, жасаған дерек деп сол бір ақпарат алғым келді. Ол бүткіл былайша айтқанда 50-ден аса сайттарды қарап, соның қайсысы ең соңғы ақпарат, соның барлығын қарап, маған соңғы ақпаратты ұсынады былайша айтқанда. Және де қасында әртүрлі сілтемелермен сол айтылған сөздердің несін сілтемесін береді. Соны біз кейін қарап салғансақ болады. Келесі
кейнеп canvas деген функциясы бар. Бұны біз пайдалануымыз керек, себебі бұл жерде ерекшелігі ұзын мәтіндер мен құжаттарды бөлек терезеден ыңғайлы жазу өңдеу және реттеу үшін арналған. Яғни бұл былайша айтқанда біздің Word-ты сол ChatGPT-ның ішінде жасауға болады. Яғни бұл сөйлесу үшін болатын болса, ал кейнеп бұл құжатпен жұмыс істеу үшін. Кейнеп арқылы мәтінді бірден Word-қа, PDF-қа жүктеп алуға болады, сол беттің өзінде түзетіп толықтыруға болады. Қосымша функциялар бар, яғни бірін деңгейіне қарай жазу, яғни бір текст жаздыңыз, соны балабақша деңгейінде маған түсіндіріп бердіңіз. Сөйтіп балабақша деңгейінде ол түсіндіріп береді, болмаса магистр деңгейінде түсіндіріп береді деген сияқты. Сосын сонымен қатар эмоция қою, мәтін көлемін реттеу, тағы функциялар бар. Бұны міне жүзінде қарайтын болсақ, мына жерде міне кейнеп деген бар, белгілі бір запрос жібереді, мәселен діни бағыттар, цифрлық жобалардың тақырыптарын түсіндіріп жаздым. Осы кезде маған міне жіберген жоғарыдан қарасаңыздар, өңдеу, көшіру және жүктеп алу деген 3 батырма бар. Жүктеп алған кезде міне Word-та, PDF-қа бірден жүктеп алу болады. Болмаса өңдеуді бассаңыз, дәл осы жерде басқа бетке өтпей өңдей берсеңіз болады. Сонымен қатар оң жақтан қарасаңыздар, настройкалар бар. Яғни тілдік, эмоция қою деген сияқты мүмкіндіктер автоматты түрде осы жерде ауысып жүреді. Сосын ChatGPT-ның терең зерттеу деген функциясы бар. Енді бұл жерде терең зерттеумен жай сұрақ қоюдың айырмашылығы болып қойдым. Яғни бұл жай сұрақ қою дегеніміз қысқа және нақты жауап алады, қысқа уақыт алады, бір немесе аз дерек көзі пайдаланады, дайын факт немесе қысқа түсінік береді, күнделікті тұрмыстық жедел шешімде де бұны пайдалануға болады. Ал терең зерттеуде бұл 30 минутқа дейін уақыт алады екен. Мәселені жан-жақты түсіндіру және шешу, көптеген дерек көздерді, жаңағыдай 50-ден аса дерек көздерден қарап, соны зерттейді. Қорытынды, ұсыныс, жаңа көзқарас өте үлкен деңгейде жазып береді. Стратегиялық және ғылыми басқарушылық шешімдерде бұны пайдалануға болады. Бұны міне екі түрде салыстырып қойдым. Тек промпт режимде, яғни батырманы баспай, және терең зерттеу батырмасын басу арқылы. Мәселен, тек промпт режимде мен жібердім, Қалматауда деген қандай мекеме деп жаздым. Сөйтіп маған бірден 3-4 секундта жауап берді. Діни басқармасы осындай, құрылған жылы 1991 жыл, мәртебесі осындай, негізгі міндеттер осындай деген сияқты қысқа ғана маған жұмыс берді, және жауап берді. Енді терең зерттеу деген басқан кезде бұл 27 минут алда зерттеу. Бұл жерде бірінші сізге сұрақ қойып, нақты не керек сізге дейді. Сіз қажетін қандайсыз, мәселе мен тарихы мен құрылымын қарағым келеді, ол зерттейді. Міне арадан 27 минут өтті, тез етіп қойғам. Сөйтіп бізге үлкен көлемде сол діни басқарма туралы ақпарат шығарып береді. Қандай мекеме, кімдер басқарды, қандай бағыттары бар, не істейді, қандай ерекшеліктері бар деген сияқты өте үлкен мазмұнды баяндама сияқты ақпарат дайындап берді. Осындай артықшылығы бар. Енді ChatGPT-ның агент деген режимі бар. Бұл енді тек қана ақылы нұсқада қолжетімді. Бұл бір реттік жауап бермей шектелмей, мақсатқа жету үшін бірнеше қадамды өзі жоспарлап, қажет болса құралдарды іздеу, файл, код, еске салып тағы басқа пайдаланып процесті соңына дейін жүргізе алатын режим. Яғни оның мүмкіндіктері онлайн брондау жасай алады, презентацияны жасай алады, онлайн сатып алу процесін жүргізеді, арнайы онлайн формалар толтырып береді сіз үшін. Сіз толтырмайсыз, сізге толтырып береді. Мысал ретінде қарайық, мен таңдадым агент режимінде, сөйттім де бір запрос бердім. Мәселен, муфтият сайтында жаңалықтарды көріп, 2025 жылы қандай ауқымды шара өтті, соны маған несін шығарып береді. Былайша айтқанда тізімін былайша айтқанда. Соны маған жасап берді. Жасап бергенде бұл кәдімгі экранға өзі адам сияқты, мышкамен жылжытып отырған сияқты өзі жасайды. Қазір қарасаңыздар. Міне мәселен, ашты, мен ашып жатырмын, мен тауып жатырмын, мен мынаны көшіріп жатырмын, мынаны Excel-ға салып жатырмын, сіздің тапсырмаңыз бойынша бүйтіп жатырмын, мынандай формуланы істеп жатырмын, жаңағыдай бір мәселе бір жерден қонақ үйді брондап жатырмыз, ақшасын төлеңіз деген сияқты, сондай мүмкіншіліктер жасай алады бұл. Бұл да бір 30 минутқа жуық уақыт алады, күтіп отырасыз, болмаса жауап қоясыз, өзі біткенге сізге хабарлама келеді, бітті деген сияқты. Сонымен бірге видео, аудио редакторсы, енді сіздерге жалпы айтайын деген монтажер, ондай нәрсе керек емес. Мәселен, ChatGPT-ның өзінде істеуге болады. Мәселен, бір видео салдыңыз, сол видеоның белгілі бір фрагменттерін, яғни 7 минуттан 7 секундтан 15 секундқа дейін бір фрагментті кесіп бер дейсіз. Ол сізге автоматты түрде кесіп береді. Тура сол сияқты аудионы да жібересіз, керек жерін сізге кесіп береді. Болмаса бірнеше аудио бар, бірнеше видео бар, соны сізге автоматты түрде осы ChatGPT арқылы қосып береді. Яғни бұған қосымша жаңағыдай монтаждық программаларды пайдалануға қажеті жоқ, егер сізге бір жылдан бірден керек болатын болса.
осы жерде істей берсеңіз болады. Мәселен, міне дайын болды, 9 мен 28 аралығында қиылды, жаңа бетін уже жүктеп алыңыз дейді. Жүктеп аласыз, қажет болатын болса. Сосын бұл ChatGPT біз еске салу хабарламасы ретінде пайдалансақ болады. Яғни бұл ChatGPT-ге алдын ала берілген тапсырма бойынша белгілі бір күн мен уақытты немесе тұрақты түрде пайдалануға маңызды іс-шаралар, тапсырмалар немесе мерзімді туралы автоматты еске салу функциясы. Яғни ол қызметкерлерге мәселен тапсырмаларды уақытында орындауға, маңызды кездесулерді ұмытпауға, жұмыс процесін жүйелеуге көмектеседі. Мысалы, мәселен, ертең таңертең 9-да жиналыс бар екенін еске саласыз. Жұма күні есеп тапсыруды ұмытпа. Бір айдан кейін мәселен шарттың мерзімі бітетін айт деген сияқты промпт жазуға болады. Мен мысал ретінде көрсетейін. Мынандай промпт жазып көрдім. Муфтият сайтында және оның барлық ішкі бөлімдерінде соңғы 24 сағатта жарияланған барлық жаңа материалдардың қорытындысын жасап, маған күн сайын сағат 16:10-да хабарлама жіберіп отыр. Артық сөздер керек емес, нақты өтті, нақты не өтті, не туралы айтылды, қысқа ғана қорытынды жасап едім. Мәселен, мен жібердім. Қазір маған соның қорытындысын жасап береді. Мынандай промпт жібергеннен кейін келесіне екінші беттен қарасаңыздар, қазір міне маған уведомление келді. Жаққа ашқан кезде сол мен жасаған промпт бойынша жаңағы діни басқарманың сайтын зерттеп, күн сайын маған ақпарат беріп отырады. Мәселен, бүгінгі күні мынандай жаңалықтар өтті, примерно осынша ақпарат ішінде қамтылған, осындай деген сияқты маған қысқаша ақпарат береді. Осы сияқты сіздер өз қажеттіліктеріңізге қарай оны хабарландыру ретінде пайдалансаңыздар болады. Календарьдың былайша айтқанда қызмет атқарады, бізге еске салу деген сияқты. Енді ChatGPT-ның жобалар деген бөлімі бар. Мына жақта сол жақтан қарасаңыздар, жаңа жоба құру. Бұл былайша айтқанда папка, жаңа папка ашу. Ол не үшін керек? Бізде мәселен не болуы мүмкін? Қазір мен видеоны қосып қояйын. Бізде біршама жаңағыдай история болуы мүмкін. Сол историяның барлығын біз жоғалтып алмас үшін белгілі бір папканың ішіне жинап қоюымызға болады. Мәселен, бірден табу үшін сол папкаға өтіп, сол біздің жасаған жұмысымызды қарап, сол жерден біз талдай аламыз. Және де сол жаңағыдай историяны папкадан папкаға ауыстырып, сондай бір функциясы бар. Одан кейін қолданбалар деген бар. Яғни ChatGPT арқылы сіз өзге платформаларға тапсырма бере аласыз. Мысал ретінде Canva-ны алсақ болады. Canva бар, Adobe Photoshop бар, тағы біршама инструменттер бар. Яғни ChatGPT мен Canva арқылы сіз не істей аласыз. Мен келесі сайтта көрсетейін, қазір презентация жасауға болады. Яғни мына жерден сіз плюсик таңдап Canva-ны таңдайсыз. Canva-ны таңдағаннан кейін мәселен өзіңе керекті мәліметті беріп, төменде жоғарыда промпт жазасыз, презентация жасап, маған сілтемесін беріп. Соны сізге бірнеше нұсқада слайд жасап береді. Бұл жерде қателіктер де болуы мүмкін. Сіз оны Canva-ның өзінің ішіне кіріп, өзгерте аласыз. Сіздің текстеріңіз деген сияқты. Енді жедел бір слайд керек болып қалатын болса, осыны пайдалансаңыздар болады. Бұл ChatGPT-дегі презентация жасау мүмкіндігі. Осы сияқты бізде Gemini-да да бар. Gemini-да мына плюсикті бассаңыздар, Canvas деген функция бар. Соны таңдап, бізде оған дәл солай промпт беретін болсақ, мәселен, маған презентация жасап бер, осындай форматта деген сияқты. Ол да жасап береді, бірақ бұл жерде кемшілік бар, ол жасалған слайдты жүктей алмайсыз. Сіз оны скриндап алуыңыз керек, болмаса осы ненің ішінен, Gemini-ның ішінен ашып көруіңізге болады. Мәселен, маған біреу жасап берді. Сілтемесін көшіп, баста браузерде ашам, көрем. Егер бұл маған ұнамаса, мен қайттан бұл маған ұнамады, қайттан басқасын жасап береді деп айтамын. Бұл маған басқасын жасап береді. Бір-екі минуттың ішінде жасап береді. Қанша кодтар жазып жатыр. Міне тағы бір басқаша вариант. Масат не, мындай деген сияқты кішігірім. Тез, жылдам керек кезде осыны пайдалансаңыздар болады. Бұл да тегін нұсқада пайдалануға болады, бірақ шектеулі. Яғни бір күнде біреу деген сияқты. Енді маңызды нәрсе бұл ChatGPT-дің GPT ассистенттерін құру деген функциясы бар. Ол дегеніміз бұл жасанды интеллект негізінде нақты бір салаға бейімдеп, ұйымға немесе міндетке бейімделген жеке цифрлық көмекшілерді жасау мүмкіндігі. Яғни оның негізгі мүмкіндіктері арнайы рөл мен мінез құлық беру, белгілі бір тілде ғана жауап беру, ұйым талаптарына сай стиль мен формат сақтау, қайталанатын жұмыстарды автоматтандыру, пайдаланушы сұрақтарына жылдам әрі бірізді жауап беру. Енді бұны іс жүзінде қарайтын болсақ, мәселен, мына жақта, сол жақта қарасаңыздар, GPT зерттеу деген бар. Соған кірген кезде мына жерде дайын GPT ассистенттер бар, осыны пайдалансаңыздар болады. Оның ішінде негізі қазақтардың жасаған өнімдері бар. Өзіңіз де жасасаңыз болады. Мәселен, жаңағы не сияқты бұл, бот сияқты, чат-бот сияқты, өзіңіздің жаңағы атауын жазып, сипаттамасын беріп, белгілі бір нұсқаулар қойып, нақты сен ассистент қандай жұмыс атқарасың, соны бекітіп қоюыңызға болады. Енді қорытындылай келе,
Жасанды интеллект шексіз мүмкіндік, дұрыс қолданса сенімді серік, жаңыз қолданса үлкен қауіп деп өз немді аяқтағым келіп отыр. Баршаңызға алла разы болсын.